Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Жанна Бақытқызы Төремұратова. Мен 10 жылдық тәжірибесі бар дәрігер акушер-гинекологпын, узист пренатологпын және отбасы академиясы негізін қалаушымын. Австрияда, Дубайда, Кипрда өз білімімді жетілдіріп берген дәрігер болам. Бүгіннен бастап қазақ тілінде өте қарапайым тілмен сіздерге әртүрлі тақырыптарда видео түсіріп YouTube каналыма салып отыратын боламын. YouTube каналыма жазылып қойыңыздар, және Instagram парақшамда отбасы академиясы деген менің парақшам бар. Сол жерде сіздер тегін онлайн режимде кеңес ала аласыздар. Олай болса, кеттік. Бүгінгі тақырып әйел деген ғажап, таңғажайып құпия. Яғни бүгінгі тақырып бізде әйел жыныс мүшелерінің анатомиясы болады. Әйел адам таңғажайып құпия деп атайтын себебіміз, өйткені әйел адам өмірге бала келеді, оны ешбір ер адам дүниеге әкеле алмайды. Сондықтан бүгін жыныс мүшелер жайында айтатын боламыз. Әйел жыныс мүшесіне бұл сүт безі және жатыр мен оның қосалқы бөлшектері жататын болады. Жатырға жеке тоқталатын болсақ, жатыр ішкі жамбас қуысында орналасқан орган. Жатырдың алдында оның қуық болады, жатырдың арт жағында тікішек болады. Сол үшін кейде қуықтағы бүйректегі инфекциялар немесе үлкен дәреттің бұзылуы, шөту, ішқату сияқты процестерде, қуықтың цистит сияқты ауруларында көбінесе осы жатыр ауруларымен ұштасып, қабаттасып және өте айыру қиын болып жатады. Сондықтан бұл көршілер деп атайтынымыз. Сондықтан әйел жыныс мүшелерінің астынан қарағанда мынау үлкен жыныс мүшесі, үлкен жыныс ерні және кіші жыныс ерні, клитор, уретра, кіші дәреттің шығатын жері, вагина және үлкен дәрет шығатын анус, яғни тікішектің тесігі. Мынау жатырдың үлкейтілген макеті деп айтсақ болады. Мынау қынап, влагалище. Одан ар жағында жатыр мойны болады. Жатыр мойнын ары қарай жатырмен байланыстырып тұратын канал, жатыр мойны каналы немесе цервикальды канал деп атайды, өзекше. Ары қарай жатырдың денесі өзі. Жатырдың денесі 3 қабаттан тұрады. Эндометрий ішкі қабат, бұлшық қабаты және серозды қабат. Ай сайын етек келген кезде сыдырылып түсіп отыратын осы эндометрийдің функционалды қабаты, яғни қою қан түсетін себебі осы ішкі эндометрий қабатының, функционалды қабатының сыдырылып отыруынан. Ары қарай жатыр қуыс қарап отырсаңыздар, жатыр үшбұрышты, груша сияқты, алмұрт тәрізді үшбұрыш формалы орган, мүше. Жатыр қуысын ішкі жамбас қуысымен байланыстыратын екі жағында екі түтікшесі болады. Яғни труба деп айтады, немесе жатыр түтікшелері. Сосын аналық без, осы аналық безбенен жатыр түтікшелерін екі жақтық, оң жақтық және сол жақтық жатыр қосалқылары деп атайды. Аналық без бұл орталық жүйесінен бөлінетін гормонға тәуелді және өзі гормон түзетін және гормонға тәуелді орган болып табылады. Аналық безде ай сайын айына бір рет бір аналық ұрық клеткасы әдеттегі жағдайда бөлініп отырады. Мінекей мынау жатыр бойы мен ұрықтың аналық бездің жылжуы көрсетілген үлкейтілген формасы. Жаңа айтып өткен аналық без. Аналық безде айына бір рет бір фолликул пісіп жетіледі. Соның ішінен аналық ұрық клетка жарылып шығады. Осының аналық ұрық клетканың пісіп жетіліп жарылып шығуын овуляция деп атаймыз. Аналық ұрық клетка жарылып шыққан бойда мына жерде майда-майда көрініп тұрған сперматозоидтармен кездесуі керек. Сол кезде ең активті, ең бірінші келген сперматозоидпен ұрықтанып, 23 хромосома аналық бездің және 23 хромосома аталық бездікі қосылып, 46 хромосомасы бар бір бүтін клетка түзіледі. Ол клетка бөліну процесі кезінде 2-ге, одан 4-ге, 8-ге, 16, 32, 64 болып геометриялық прогресспен үлкейіп көбейе бастайды. Клеткалардың осы ұрықтанудың 7-ші тәулігінде ұрық клеткасы жатырдың қуысына келіп, жатыр денесіне бекінеді. Оны имплантация дейді, яғни ұрық клетканың жатыр қуысына бекіну процесі имплантация деп аталады. Ұрықтанудың 7-ші тәулігінде жүзеге асырылады.
Өкінішке орай аналық ұрық клетканың өмір сүру ұзақтығы 3-ақ тәулік. Сондықтан жарылып шыққаннан кейін тура бірден кездеспесе, мысалы 4-ші, 5-ші жатыр қуысына келгенде 7-ші тәулік дедік қой, соған дейінгі күндерде кездессе, 3 тәуліктен асып кеткен жағдайда ол сперманың келген келсе де ұрықтан алмайды. Себебі аналық ұрық клетканың өмір сүру ұзақтығы бар жоғы 72 сағат. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және біздің инстаграмдағы отбасы академия деп аталатын инстаграм парақшада сіздер онлайн режимде тегін консультация ала аласыздар. Осы парақшаға жазылып тіркеліп алыңыздар. Сондықтан келесі видеомыз осы жатырдан келетін етеккір жайында болады. Етеккір қалай, не үшін келеді, гормондар туралы болады. Сондықтан келесі видеоны асыға күтіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.